Дара-дара болып түсетін, бастысы өрігін езбей тосап жабатын боламыз. Өрікті жақсылап жуып, сүйегін ажыратып, ортасынан бөлеміз. Қанша килограмм өрік болса, сонша килограмм қант салып, бетін жауып, ерігенін күтеміз. Дәл осылай еру қажет. Одан соң баяу отқа қойып, 1 рет бұрқ етіп қайнатып аламыз. Ол қайнағаннан кейін 1 рет осындай көбіктер шығады. Көбігін жақсылап тазартып аламыз. Одан соң астын сөндіріп қоямыз пештің. Суғаннан кейін қайтадан 2-3 рет бұрқ етіп қайнатамыз. Одан кейін сөндіріп ыстықтай банкеге құйып, бетін жауып, бір күнге басын төмен қаратып, орап қойып қоясыздар. Осымен дара-дара болып түсетін, өрігі езілмеген тосабымыз дайын. Сіздермен бірге Әлден Гаухар парақшама тіркелуді, лүпіл басуды, сақтап алуды ұмытпаңыздар.